Мен қақпаспын. Мен нені ақмақ істерім бірі екен анық. Жарайды, онда бастайық. О, Құдай-ай. Ой. Жарайды. Тыңда, менде бәрі жақсы, яғни маған қазір болмап жатыр. Сонымен, мұзды суға түсудің бір айы. Біз бастаймыз. Өмір жаман. Қазіргі уақытта салқын душ өте танымал, бірақ бұл жаңалық емес. Суықпен шұғылдану мыңдаған жылдар бойы қолданылып келеді. Тамырлары ежелгі Рим дәуіріне кетеді. Бүгінде ғылым бұл нәрсенің танымалдылығын қайтаруда. Ғалымдардың зерттеулеріне сенсек, суық арқылы адам майды тез кетіреді, иммундық жүйені нығайтады, қабыну мүмкіндігін азайтуға көмектеседі. Бұл істің ең танымал таратушылардың бірі голландық Вим Хоф болып саналады. Сондай-ақ мұз адамы деген атпен белгілі. Зерттеулер көрсеткендей, Вим Хоф әдісі тыныс алу, медитация және суық суға түсу. Бұл арқылы ол табиғи иммунитетін дамытты. Осылай айтса, мен қолбас болып көрінетін шығарым. Егер мен әдісіммен өзгерістер келеді және тағы басқа да осындай нәрселер. Бірақ бізге дәлел керек. Әрине. Сондай-ақ осы сұхбатында Вим Хоф салқын суға түсу көңіл көтерудің және сонымен қатар таңғалып қалудың тамаша тәсіл екенін атап өтті. Шынымды айтсам, салқын суға түсудің айналасындағы бұл хайп мені қызықтырды. Бұл жоғарыда айтылған түрлі артықшылықтарға байланысты емес. Жай ғана бұл сіздің зона комфортаңыздан шығудың жолы болғандықтан. Сосын, сіз қаншалықты көп зона комфортаңыздан шығасыз, сіз соғұрлым тезірек үйреніп, есейіп, бойыңызда қорқыныштар жеңесіз деп сенемін. Ал мен үшін салқын суға түсу сол қорқыныштардың бірі. Не деген? Бұл бір азап сияқты. Бет азабы үйіп кетті. Жақсы ма білмеймін, бірақ керемет болды. Маған ұнады. Қалай болғанда да алдын ала келісіп қойып. Мен душта өзім түсіріп жатқанда суға түсетін киімімді кием. Бұның пайдасына қарамастан бұл салқын су ғой. Мен ата-анаммен бірге тұрған кезімде колледжді бітіргеннен кейін мен қолымнан келгенше өзімді дамытуға арналған көптеген кітаптарды оқыдым. Соның ішінде маған қатты әсер еткен кітап Джулия Смиттің Флинч деген кітабы. Сол кезде мен алғаш рет мұздай душ туралы ойлана бастадым. Өйткені мұздай душ алдындағы сәт ол флинч болды. Флинч дегеніміз біз бір нәрсе істердің алдында дірілдеген сәтті білдіреді. Өте маңызды нәрсе алдында. Үлкен халық алдында сөйлеу, жан-жағыңызбен қиын әңгіме алдында. Не сіз бұл флинчті жеңесіз, не бүкіл өміріңізді осы қорқынышпен өткізесіз. Джулия жазады, егер сіз шынымен де флинч қандай екенін сезгіңіз келсе, мынаны қолданып көріңіз. Егер сіз үйде болсаңыз және 5 минутыңыз болса, ваннаға барыңыз, жанына келіңіз және суық суды қосыңыз. Сіз не күтіп тұрғанын түсінесіз бе? Егер сіз мұны істейін деп жатсаңыз, сіз өзіңіздің қысыла бастағаныңызды бірден сезінесіз. Сіз қысылғаныңызды жеңілдету үшін күле бастай аласыз. Бұл дененің қалыпты әсер болады. Сізді әлі болмаған нәрселер алаңдата бастайды және бұл сізге зиян тигізбейді. Енді мұны істейік. Су астына түсудің уақыты келді. Су сізге тигенде сіз айғайлап тербеле аласыз, бірақ ыңғайсыздық 1-2 секундқа ғана созылады. Сіз оған тез үйренесіз. Суықта өзіңізді жайлы сезіне бастайсыз. Одан аулақ болуға тырысудың орнына осы флинчті жеңу керек. Флинч алдындағы сәттің өзі соншалықты ыңғайсыз болады. Флинч сізді ақымақ екеніңізге сендіре бастайды. Мен сондай ақпын. Бұл өте ақымақтық. Онда сіз оны керек жерге жіберіңіз. Бұл жаттығу, қарсыласып әдет қалыптастыру керек. Қорқынышыңызды ақтап, шегінудің орнына алға қарай жүре беріңіз. Суық душ қабылдау сияқты бірдеңе бұл өмірдің басқа салаларында көмектеседі ме? Сіздің денеңіз сізге қауіпсіз бол дейді. Сіз қалаған нәрсе лайықты өмір, ал бұл кезде сіз тұйықталған шеңберде қалып қоясыз. Себебі сіз көбейіп дүниеден озасыз, одан басқа түк істемейсіз. Мұнда сіз тек қана көбейіп көз жұмып қана қоймауыңыз керек. Одан бөлек сіз баяу, бірақ міндетті түрде шеңберден шығып кету білуіңіз керек. Шеңберден шығып кету дегенім бұл қиын нәрсені істеу әдетін қалыптастыру. Шеңберден шыға бастаған сайын жаңа тәжірибе аласыз. Сіз флинчтарды өткен сайын жаңа белеске жетесіз және қайтып оралғыңыз келмейді. Содан сізге жаңа флинчтар жеңу оңайырақ бола береді. Мен сіз түсінді деп үміттенемін. Осы бейнені тоқтатып, салқын душ қабылда. Сіз аяқтағанша дейін мен осында боламын. Суық душ қабылдаудың 3 жолы бар. Біріншіден, сіз алдымен ыстық судан бастайсыз, содан кейін температураны бірте-бірте төмендетесіз. Бұл қорқақтардың әдісі.
Екіншіден, басыңызды жуып бетіңізді ысқылаудан бастайсыз және дереу бүкіл денеңізді суық судың астына қоясыз. Бұл да қорқақтардың әдісінің бір түрі. Үшіншіден, сіз бірден салқын душқа түсесіз. Спартандық шайқастың қалың ортасына барған сияқты. Мен үшінші әдісті таңдадым және онда күнде дерлік ұстандым. Мойындаймын, мен кейбір күндері ұстана алмай қалдым және ШСВМ-ді қорқақтардың екінші әдісіне дейін түсірдім. О Құдайым. Мына тоңазытқышты өлшеп көрейікші. Мен қазір қалжыңдамаймын. Сезген бойынша анау жақта 4 градус сияқты. Судың температурасын бір-екі рет өлшеп алайын. Қайдағы бір жоқ 16 градус. Менің ойымша бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемей тұр. Осылайша күндер өте берді. Күн сайын мен бұл дірілді сезіндім және қорқынышымен бетпе-бет келдім. Мен күнтізбеде үлгерімімді белгіледім. Мен күнтізбені душтан шығатын жерге іліп қойдым. Себебі бұл салқын душқа түсуге ескерту ретінде жұмыс істеді. Бірінші күні алдымдағы барлық бос үй ашықтарға қарау күлкілі болды. Оны әлі төлене қоймаған несиемен салыстыруға болады. Оны жеңу мүмкін емес сияқты көрінеді. Сосын жай ғана алға қарай қозғала бересіз. Оңай немесе қызық болмайды, бірақ бұл жоқтан жақсы. Челлендждің жаңа күні алдыңғы күннен айтарлықтай ерекшеленбеді. Кейбір күндер барлығын тастап немесе өтірік істей салғым келетін. Шомылу негізінен 2-3 минуттан болу керек. Бірақ көп жағдайда бұл менде әлдеқайда ұзағырақ болды. Өйткені мен барлық процесті бейнеге жазып тұрдым. Сіз түсінетін шығарсыз, камерамды түрлі ракурстарға қойып, суға түсетін киімімді киіп, сосын барлығын түсіру. Бұл шамамен алғанда 10 минут алады. Сосын бірақ мен суға түсемін. Міне, осындай жағдай болды. Өмір сүру деңгейіміз көтеріліп, жалақымыз көтерілген сайын біз сол нәрсеге үйрене бастаймыз. Сәнді заттар қарапайым нәрсеге айналады. Күнделікті мініп жүретін көлігіміз біз міндетті түрде болу керек нәрсе қылып қабылдаймыз және лайықты ауданда үй болуы. Суық душ сияқты жаттығулар стресске төзімділікті арттырады. Бұл жағдай қиын болғанда көмектеседі. Сіз әдейі суық душқа түскенде сіз өзгересіз және сіз сол қорқынышқа, стресске мүлде өзгеше көзқараспен қарайтын боласыз және бұл қорқыныш соншалықты қорқынышты болмайды. Бастапқы соққыдан кейін, яғни ішінде шамамен 2-3 минуттан кейін мен шоктық сезімге түсіп қалдым. Және менің есімде, салқын суға түсіп жатқанда арқамды жууға бұрған кезімде арқамда жылулықты сезіндім. Білмеймін, мен миым істемей кеткен шығар. Қиындықтарға төзімділік таныту осындай қарапайым эксперименттер арқылы болады. Біз жайлылықтарды жоғалтсақ, не болатынын сезіне аламыз. Сізбен бірдеңе болса, немесе жұмыстан шығарылсаңыз, онда бұл соншалықты қорқыныш емес болып қалады. Өмірдегі қазіргі қорқыныштарыңыз бен проблемаларыңыздың кесірінен қиналып, миды қатыруға тұрмайтынын түсінесіз. Мұздай суға түсіп, шокты сезінсеңіз, не айтқым келіп тұрғанын түсінесіз. 30-шы күн. Осымен болды. Ал бұл расымен де 30-шы күн бе? Сонымен, салқын суда шомылу оңайырақ болды ма? Шыны керек? Жоқ. Бірақ салқын суға шомылудың бірінші күнін еске түсірейік. Мен сол кезде тіпті сөйлей алмай қалдым. Мен сөйлей алмай тұрмын. Мен шампуньді душқа арналған гельмен шатастырдым. Мен шампуньді құйғым келді. Бірақ бұл душқа арналған гельді құйдым. Және бұл шынымен оңайырақ болды. Менің флинчім жоққа шықты. Бұл маған оңай челлендж болған жоқ, яғни маған ұнады деп айта алмаймын. Бірақ мен өзімді мақтан тұтамын бұдан өткеніме. Шынымды айтсам, мен ыстық душты күтіп жүрмін. Жоқ, армандап жүрмін. Ыстық душты неше күн күтіп жүрмін. Мен күтуден шаршадым. Қандай керемет, Құдай-ау, бұл салынған күшке лайық болды. Салқын душтың басты кемшілігі деп ыстық протагонистің болмауын айта аламын. Көргеніңізге рахмет. Жақын арада кездескенше. If you want to get access to exclusive videos about how I make my videos, access my personal vlog and secret podcast, go to patreon.com/Matt. To me that I can recall, and it feels very real to me.